Бұл видеода біз белдемшемізді қолмен көктеп, бірінші примерканы жасаймыз. Ол үшін алдыңғы бойдың вытычкаларын тігеміз, артқы бойдың тігіп, алдыңғы бой мен артқы бойды қосып, замогын тігіп, белдікті қосамыз. Көктеген кезде біз контрастты жіп қолданамыз. Вытычкалар тігуді бастаймыз. Ол үшін осы сызықтар бойынша бір-біріне қосамыз. Инемен түйреп дайындап аламыз. Инеміз мына жақтағы сызықты және мына жақтағы сызған сызықты тура алу керек. Мына ортасындағы сызық тура ортасында жатуы қажет. Барлық вытычкаларды осылай инемен түйреп алып, содан кейін тігіп шығамыз. Біз вытычкаларды көктеп алдық. Енді мына жан тігісін тігетін боламыз. Пестен бұрын міндетті түрде осылай басын, соңын түйреп аламыз. Киімімізді көктеп алдық. Енді оң бетіне мына жасырын замокты ашып тексереміз. Содан кейін бір-біріне оң бетіне қойып, 1 сантиметр жеткізбей матаға бір жерін осылай инемен түйреп аламыз да көктеп шығамыз. Бірінші бетін көктеп болғаннан кейін оң қаратамыз белдемшені. Бір сантиметр жеткізбей инемен түйреп аламыз. Содан кейін замокты ашамыз. Енді екінші жағын көктеп шығамыз. Енді мына екі аралықты көктеп шығамыз. Шлицаны бір қайтарамыз және екі қайтарып, осылай басынан соңына дейін көктеп шығамыз екі жағынан да. Енді мына дайын болған шлицамызды бір-біріне жатқызып, әзірге мына 3 сантиметр қиған бұрышты тігіп қоямыз. Мен мына жерде қазір мына тесік болғандықтан белдікті қондыра алмаймын. Сол себепті мына белдіктің негізгі матадан тігілгені осылай 5 сантиметр. Мына біз кертіп қойған жермен біріктіріп, қазір тігіп, сосын белдікті айналдыра тігіп шығамыз. Мен мына бұрышты бекітіп, осылай тігіп қоямыз. Содан кейін мына бұрышпен мына бұрышты 2 сантиметр ғана тігеміз. Бізге белдік қондыру үшін ғана. Мінекей біз белдемшені тіктік. Енді белдікті оң жағын бір-біріне беттестіріп, екі жағындағы енін тігіп аламыз. Оң қаратамыз. Және артқы бөліктің оң жағына осылай қойып бастаймыз тігуді. Мінекей біз белдемшені толықтай көктедік. Етегін қазір 4 сантиметрге қайырып көктесеңіз де болады. Мінекей біздің белдемшеміз примеркада. Примеркада нені тексереміз? Біз қимыл қозғалысты тексереміз. Ол тар емес па, тым ұзын емес па, мына жақта артық сантиметрлер жоқ па? Менің жағдайымда ешқандай артық сантиметр жоқ. Алдыңғы вытычка өте әдемі жатыр. Қалтасы ыңғайлы. Мына белдігі арт жақтан ілмек болған жағдайда осылай тұрады. Маған жеткілікті. Мына жағын кішкене жатқызамыз. Енді артқы жақта келсек, мына жерде менде кішкене ауа тұр. Оны қалта тіккеннен кейін тексереміз. Егер осындай болып тұрса, қалта тіккеннен кейін де
мен мына выточканы тереңдетемін. Яғни мынау 3 см болса, мен 4 см қосып, кішкене матаны осы выточканың ішіне кіргізіп жіберемін. Себебі мына бөксе жағы әдемі тұр, ол жағын өзгертпеймін. Ұзындығы мен қалағандай, бірақ бұл жерде 4 см қайырмаймын, 2 см қайырып, максимальный ұзындықты қалдырамын. Енді шлицасы тура тізенің бойында, мен алдында 22 см стандарт еткен кезде, ол кішкене маған жүруге ыңғайсыз болар еді. Себебі мынау ұзын юбка болғандықтан. Сізде запас алып көріңіз, егер осындай ұзын, қазір трендтегі белдемшені тіккіңіз келсе. Енді біздің примеркамыз аяқталды. Мына тігістердің барлығын қазір сөгеміз. Содан кейін матаны дублирлеп тігуді бастаймыз.